Біздің бұл мектепте де осындай не бұрыннан келе жатқан нәрсе, бұл система дейді ғой. Бұл жерде де пышақ салған да болған, қыздар төбелесте болған бұл мектепте, көшедегі төбелесте болып жатқан. Бірақ осының ештеңке мынадай қарамағанның кесірінен ақыр аяғы міне адам өлімімен аяқталып отыр. Сіз қандай қызметтесіз? Мен осы жерде вахтер істеймін, бәрін көріп отырмын. Осы жерде міне туалеттің ішінде де осы төбелес болып жатады. Мына тұр ғой туалет. Сіз соны көресіз ғой. Көремін. Бірақ біздің мектепке басшы бір ер адам, кәдімгі істейтін адам керек. Өте өкінішті жағдай Шу қаласында Көкқайнар ауылында болған, магазиннің артында болған, күндіз болған. 10 кластың баласын 11 кластың баласы ұрған, 9 кластың балдарын теріс қаратып қойған. Сол ұрғаннан Мирас деген бала, 15 жасар бала қайтыс болып кеткен. Бұл адамға жасалған зорлық, зомбылық Қазақстанның бүкіл мектебінде бар. Мойындайықшы, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл не үшін бұл тоқтамайды? Вахтерша айтады, мықты еркекті әкеліп директор етіп қою керек дейді. Бұл тәсілдің артында қорқыту тұр. Балдар не істеп жатыр? Оларды қорқытып жатыр. Сонда ересек адамдар мен балдардың тәсілдері бірдей болып тұр. Мен айтар едім, бұл жерде фокусты насилиеге қою керек. Насилиені жасайтын адамдар бар, балдар бар. Насилиені қабылдайтын балдар бар. Бізде системада салдармен жұмыс жасайды. Кінәліні табады, мектептің директорын өзгертеді, бірақ насилие тоқтамайды. Мүмкін даже насилиені бала қайдан көрді, отбасыдан көрді десек те бәрібір насилие тоқтамайды. Қай уақытта тоқтайды? Баланың мышлениясымен жұмыс жасаған кезде тоқтайды. Осындай нормаға айналған нәрселердің ненормальный екенін саналы түрде жеткізу арқылы тоқтайды. Бұл психологиялық терапия. Подростықтарға арналған осы нәрсені қолдану керек. Егер ауылдық жерде психологтар болмаса, онлайн арқылы ата-аналар өздеріңіздің балдарыңызға осындай терапияларды қамтамасыз ету керек. Осы кезде ғана насилие тоқтайды. Сізбен бірге болған мен қазақ тілді психолог Айғаным.